Павлодар облысында жыл басынан бері даму қоры арқылы кепілдік беру бойынша 500-ден астам жоба қолдау тапты. Оған 13 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылған. Даму қоры қолдаудың 3 түрімен айналысады. Ол негізгі құралдардың пайыздық мөлшерлемесін субсидиялайды, несие бойынша кепілдік береді, екінші деңгейлі банктер арқылы жеңілдік береді. 9 айда кепілдік беру инструменті бойынша 500-ден астам жоба қолдау тапты. Жалпы сомасы 13 миллиард теңгеден асады. Кепілдік көлемі 6 миллиард теңгеден артады. 2022 жылдың 9 айында 590 субсидиялау шартына қол қойылды. Несие сомасы 66 миллиард теңге. Ал кепілдік құрал бойынша 2010 жылдан бастап 2232 жоба қолдау тапты. Несие көлемі 71 миллиард теңгені құрайды. Ал осы жылы 521 кепілдік шартына қол қойылды. Несиенің жалпы сомасы 13,7 миллиард теңгеден асады. Биыл қолдау тапқан бағыттар туралы айтатын болсақ, бірінші кезекте сауда, азық-түлік, екінші кезекте өңдеу өндірісі, үшінші кезекте жүк тасымалы. Осы үш бағытта көш бастап тұр. Даму қоры микро, шағын және орта бизнесті қолдайды, яғни кез келген кәсіпке бағдарлама ұсынылады. Бізде ауылдық жерлерде кәсіптер қолдау табады. Тек несие сомасымен ғана шектеледі. Егер кәсіпкер жобаны облыс орталығында жүзеге асырса, максималды сома 3 миллиард теңгеге дейін. Ал ауылда, моноқалада жүзеге асса, 1,5 миллиард теңгеге дейін ғана қаржы беріледі. Қаражаттың мақсатты жүзеге асуына үнемі мониторинг жүргізіледі. Жоба жүзеге аспаған жағдайда мемлекет қаражаты қазынаға қайтарылады. Самал Қалиқызы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.